Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Менің есімім Асқар Ерман Шалабайұлы. Бүгінгі бейне дәрісімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі 5-ші дәрісіміз тақырыбы контент маркетинг және де генеративті жасанды интеллект. Алдыңғы дәрістерде біз құралдарды, промпт инжинирингті және де зерттеулерді меңгердік. Ал бүгіннен бастап біз курстың практикалық жүрегіне, яғни контент жасауға көшеміз. Басты сұрағымыз мазмұн арқылы сенім қалыптастыруда жасанды интеллект дәуірінде маркетологтың рөлі қалай өзгереді? Жалпы дәріс жоспарына келетін болсақ, ол 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде контент маркетинг мәні және элементтері, оның мақсаттары, қағидасы және процестің кезеңдері. Ал екінші бөлімде біз генеративті жасанды интеллектте контент процесіндегі рөлі, идея, өндіру, бейімдеу, кезеңдердегі қолданысы. Ал үшінші кезеңде оның артықшылықтары, сапаны бақылау, салыстыру, тәуекелдер және human in the loop қағидасын қарастыратын боламыз. Негізгі ұғымдардан бастайтын болсақ, контент стратегия ол қандай мазмұн, кімге, қай арна арқылы, қандай мақсатпен жасалынатын анықтайтын жоспар. Контент жоспар бұл жарияланымдардың тақырыбы, форматы, оның арнасы, мерзімі көрсетілген кесте. Генеративті AI оқыту деректері мен негізінде жаңа мәтін, кескін, басқа да контент жасай алатын жүйелер. Ал human in the loop бұл AI жасаған контентті адам маманының міндетті түрде тексеріп түзету қағидасы. Бұл ұғым бүгінгі дәрістің өзегі болады. Ал контент стратегиясының, контент маркетингтің өзі бұл тікелей жарнамадан айырмашылығы тұтынушыға пайдалы әрі қызықты мазмұн ұсыну арқылы брендке сенім қалыптастыру. Қағидасы қарапайым 300-бен түйінделеді. Бұл дұрыс мазмұн, дұрыс аудитория және дұрыс уақытта болу керек. Мақсаттары төртеу. Ол аудиторияны тарту, бренд танымалдығын арттыру, сатылымға жетелеу және де клиенттерді ұстап қалу. Байқасаңыздар, бұл жерде сату бірінші орында тұрған жоқ. Ол кездейсоқта емес. Контент маркетинг алдымен құндылықты беріп, сенім орнатады, ал сатылым өзі табиғи жолмен келуі керек. Контент маркетингтің процесі 6 кезеңнен тұрады. 6 кезеңнен тұратын бұл тұйық цикл. Бірінші аудиторияны талдау, мақсатты топты, оның қажеттіліктері мен мәселелерін анықтайды. Екінші контент стратегиясы мақсатты тақырыптарды және оларды арналар таңдалады. Үшінші контенттің өзін жасау. Ол жерде мақала, әлеуметтік желі, посттары, видео, имейл секілді. Төртінші бұл контентті тарату. Instagram, TikTok, LinkedIn, веб-сайттар арқылы таратуға болады. Бесінші нәтижені өлшеу. Бұл жерде come to, CTR, қатысу және конверсия сияқты көрсеткіштерді қарастырамыз. Алтыншы бұл оңтайландыру. Стратегияны жетілдіріп, жаңа идеяларды циклда қайта бастаймыз. Бұл цикл ешқашан тоқтайтын цикл емес. Сондықтан бұл контент жасау көп еңбекті талап етеді. Ал дәл осы жерде жасанды интеллект бізге көмекке келеді. Генеративті жасанды интеллект контент процесіндегі әр кезеңде жұмыс істейді. Идея кезеңінде тілдік модельдер, ChatGPT, Claude, Gemini, олар тақырып, идеялар мен контент жоспар жобасын ұсынады. Өндіру кезеңінде блог мақалалары, посттар, имейл хаттары, алғашқы нұсқаларды AI жасап береді. Оңтайландыру кезеңінде біз мәтінді Instagram, LinkedIn және имейл арналарына бейімдеп, тақырыбат пен хэштегті нұсқаларын генерациялаймыз. Ең маңыздысы маркетолог рөлінің өзгеруі. Енді ол нөлден бастап жазбайды бұның барлығын, ол AI ұсынған нұсқаларды бағыттайды, іріктейді және де жетілдіреді. AI мен жұмыс процесі промпттан жарияланымға дейінгі 5 қадамнан тұрады. Бұл нақты промпт жазу, AI өңдеуі, дайын контент нұсқасы, адам тексеру мен түзетуі және де соңғысы бұл жариялау. Үшінші дәрістен білетініміздей, контент сапасы бұл промпттың сапасына тікелей тәуелді. Ол жерде рөл, аудитория, мақсат, тон және формат нақты көрсетілуі керек. Және де назар аударыңыздар. Тізбекте адамның тексеруі қадамы жариялаудан алдын тұр, міндетті түрде тұр. Бұл кездейсоқ емес, сол себепті ол міндетті өткізілуі керек кезеңдердің бірі. Нақты нәтиже мысалында көрейік. Слайдта тәжірибелі контент маркетолог рөлі берілген промптқа жасанды интеллекттің дайындаған 7 күндік Instagram контент жоспары көрсетілген. Ол жерде эко қауіпсіз тазарту құралдары бренд үшін әркімге тақырыбат, қысқаша мазмұн, формат, пост, reels немесе stories, мақсатпен ұсынылатын хэштегтер берілген.
Дүйсенбіде брендпен таныстыру, сейсенбіде құрамдағы табиғи ингредиенттер, сәрсенбіде отбасы үшін қауіпсіздік, ал демалыс күніне арнайы ұсыныс. Бұрын мұндай жоспарларға бірнеше сағаттар кетсе, қазір алғашқы жоба бірнеше минуттарда дайын болады. Маркетологқа тек оны нақтылап, бренд ерекшелігіне бейімдеу ғана қалды. Дәстүрлі тәсіл мен Gen AI қолдауымен жұмысты салыстыратын болсақ, дайын уақыты бір мақалаға бірнеше сағат немесе күн кетсе, AI алғашқы нұсқаны бірнеше минутта береді. Шығындар копирайтер мен дизайнерлер қызметіне жоғары құнның орнына құралдарға жазылым ақысы ғана кетеді. Нұсқалардың саны 1-2 нұсқаның орнына ондаған жылдам нұсқаны генерациялау. Бірақ тәуекелдерде де өзгереді бұл жерде. Дәстүрлі тәсілде уақыт пен ресурс тапшылығы қауіп болса, AI мен жұмыста галлюцинация мен бренд дауысының жоғалу қаупі бар. Қорытындылай кетсек, бұл жерде Gen AI жылдамдық пен ауқымдылықты береді, алайда сапа тәуекелдері адам бақылауына міндетті болып қалады. Промпт сапасының әсерін курсымыздың тұрақты мысалы, бұл эко-сөмке брендімен көрсетейін. Тапсырма біреу, бұл жерде эко-сөмке туралы Instagram посты. Сол жақта жалпы промпт эко-сөмке туралы Instagram'да пост жаз деген промпт тұр. Нәтижесінде ол жалпылама мәтін аудитория көрсетілмеген, тон анық емес, шақыру әрекетке әлсіз контент береді. Оң жақта нақтыланған промпт, ол жерде рөл, маркетинг копирайтері, аудитория 18 бен 25 жас аралығындағы студенттер, мақсат сатылымды арттыру, тон достық әрі эмоционалдық, формат Instagram пост және сілтемеге өту шақыру. Нәтижесі мүлде басқа. Көріп тұрғандарыңыздай, нақты аудиторияға бағытталған, бренд стиліне сай, тартымды мәтін, айқын шақыру бар. Айырмашылық тек промптта. Бұл өткен дәрістегі білімнің тікелей практикалық дәлелі болып табылады. Енді дәрістің басты қағидасы келдік бұл жерде. Бұл human in the loop, яғни сапа сүзгісі. Жасаған әрбір контент жариялау алдында 3 талап бойынша тексеріледі. Біріншіден бұл фактілердің дұрыстығы, галлюцинацияны болдырмау, екіншіден бренд стилі мен дауысына сәйкестік, үшіншіден этикалық талаптерге сәйкестігін қадағалау. Осы 3 сүзден өткен контент қана жариялауға жіберіледі. Бұл жердегі негізгі түйін, бұл түпкілікті сапа мен жауапкершілік әрқашан маркетолог маманда болуы керек. Оны ешбір модельге салып қоюға болмайды. Енді дәрісімізді қорытындылай кетсек, бірінші бұл контент маркетинг, бұл құндылық беретін мазмұн арқылы брендке сенім қалыптастыратын стратегия. Екіншіден бұл генеративті жасанды интеллект, идея, өндіру және бейімдеу кезеңдерін жеделдетіп, шығынды азайтады. Үшіншіден сапа, фактілер және бренд дауысы үшін жауапкершілік адамның, яғни маркетологтың өзінде қалады. Басты ой, бұл AI маркетологты алмастырмайды, оның өнімділігін арттыратын құрал ретінде ғана қалады. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтадық. Назарларыңызға рахмет. Келесі дәрісте осы тақырыпты тереңдетіп, мәтіндік контент генерациясы нақты форматтар бойынша қарастырамыз. Дұрыс алтыннан рахмет. Сау болыңыздар.